1-8 ойынына өткендеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Ойынды бастаса, алдымен ортаға үкімет лидері Қарақат ханымды шақырса, сөйлеу уақытыңыз 4 минут. Минутыңыз алғашқы сөзіңізден басталады. Жақсы, рахмет. Армысыздар, құрметті дебаттер қауым. Баршаларыңызды дебат алаңында көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бұл палата бізге өтірік айта алмайтын әлем қазіргі әлемнен жақсырақ деп есептейді. Яғни дефиниция беріп, бірінші өтірік қазіргі әлем деген сөздерге түсіндіре бере кетсек. Өтірік деген шын мәніндегі жағдайда әдейі бұрмалаудағы қарым-қатынас феномені болып табылады. Өтірік көбінесе дереу тексерілуде немесе мүмкін емес сөздік хабарламалардың мазмұнында білінеді, яғни көрініс табады. Ал қазіргі әлемдегі отырғанымыз, яғни біз өмір сүріп жатқан қоғам 21 ғасыр, өзіңіз білетіндей қазіргі заман жемқорлық пен парақорлыққа толы заман екені барлығымызға белгілі. Яғни бұл жерде берілген қарарда негізгі акцентті қазіргі деген сөзге берсек. Жалпы осыған байланысты келтірілген менің аргументтерім, ол біріншіден саясат пен әділдік, ал екіншісі реализм. Яғни саясат мемлекетті басқару өнері болып табылады. Қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей саясатта көптеген жаңағы дұрыс емес оқиғалар орын алып жатыр. Жемқорлық, парақорлық, берілген бюджеттің жаңағы 100% толық халықтың жағдайын жасауға жаңағы қолданылмай жатыр да. Халық бірінші саясат түзейді деп 100 баласағын айтып кеткен да. Яғни халық неден бөлінеді, ол жерде жағдайың дұрыс болмағандығынан, жалпы Рахмет Төрешхан, жағдайың дұрыс болмағандығынан, өзінің жағдайын дұрыс жасалмағандығынан, осылай саясатта жаңағы көптеген жаңағы кері әңгімелер бола бастайды. Және де өтірік айта алмайтын әлем қазіргі әлемде жақсырақ деп есептейміз. Неге? Себебі өтірік айта алмайтын әлемде біріншіден әділдік болады да. Яғни берілген мәселен шенеуніктердің берілген қаржының 100% толықтай халықтың жағдайын жақсартуға, жалпы халықтың берілген бюджеттегі қызметті атқаруға толықтай жұмсайды да. Осы нәрсені айтқым келеді. Ал екіншісі, яғни ол реализм, яғни әдебиет пен өнерде өмір құбылыстарында шынайы қалпында нақтылық болады. Яғни шынайы өмір реализм деп отырғанымыз осы. Реализм мен психологизмге мысал келтіретін болсақ, мәселен қарапайым өмірде делік та, күнделікті өмірде жас жұбайлар жалпы үйреніп жатады, бірақ жаңағы жігіт қыз алтынмен қаптайын, күміспен қаптайын деп жай қарапайым сөзбен ғана айтады. Ол тұрмысқа шыққаннан кейін мәселен қаншама жаңағы мәселелерге тап болады да. Яғни бұл өтірік айтқанның нәтижесінен болады да, бір-біріне сеніп қалады. Осы нәрсені айтқым келеді. Және де тағы бір айта кететін нәрсе, ол психологизм. Яғни кейіпкердің ойы, іс-әрекетінің кереғарлығы болып табылады. Психологизм жалпы адам өз-өзін алдайды да, ертеңде күн бар, ертеңде үлгеремін деген секілді мәселелермен. Ал шын мәнісінде солай кете береді. Ал егерде өтірік айтпай керісінше барлығын сол кезде, сол уақытта жасайтын болса, жаңағы жұмыстың барлығы жаңағы сол уақытта аяқталады да. Яғни ертеңге қалдырылмайды ешқандай мәселе. Осы нәрсені айтқым келеді. Жалпы өтірік айта алмайтын әлем қазіргі әлемнен әлдеқайда жақсырақ деп есептейміз. Неге? Себебі ол кезде саясат пен әділдік туралы болады, және де реализм мен психологизм көрініс табады. Менің сөзімді аяқтайын. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Аргументтеріңізді предложили. Екі аргумент келтіруге болады. Бірінші аргумент саясат пен әділдік, екіншісі реализм. Оппозиция лидері Даяна ханымды ортамызға шақырамыз. Сөйлеу уақытыңыз 5 минут. Әдептіліктің белгісі елі сәлем бергендей тұр. Әдептілігін таныту, құрметті төреші, құрметті форум, құрметті қатысқа бір сәлемді беретін болсам. Бүгінгі бізге берілген қарар өтірік айта алмайтын әлем қазіргі әлемнен жақсырақ деп есептейді. Мына тараптың лидері, үкімет тарапының лидері шығады да, алаңда ашып кетеді, және де өзінен айту бойынша қазіргі таңда жемқорлық, парақорлық ол өте көп дейді да. Бірақ қай уақытта болды, қай жерде жемқорлықпен кім ұсталды, оны айтпай кетеді да. Ол жемқорлық пен парақорлық ол 2 жыл, 3 жыл бұрын болған нәрсе да. Ол кезде Назарбаев билікте отырған, дәл қазіргі уақытта Тоқаев билікке келгеннен бері парақорлық пен жемқорлықтар олар өте азайып кеткендігінде, яғни бұл жерде өтіріктің бұған ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын. Және де тағы айта кететін болсақ, мына жерде айтып кетеді, қарым-қатынас, махаббат, қыз бен бала бір-бірін алдайды дейді. Былай ғой, бұл жерде қыз бен бала бір-бірін алдағанда, бұл жерде екеуінің арасында дауын шешу үшін, бір-бірін алдауға, бір-бірінің түсініспестігін шешу үшін, бұл жерде жай ғана өтірік нәрсені алып келгенімен қарым-қатынас сақтап қалу үшін ғана айтады. Яғни бұл жақсы жағынан олай қарап тұрсаң, тек қана шындықпен өмір сүру, ол адамның өмірге деген өмір сүру
азайтып жіберетіндігінде. Және де тағы айта кететін болсақ, бірінші аргументіміз саясат әділдік дейді. Байқап тұрсақ, халықтың тыныштығы үшін, елдің билігі үшін бұл жерде біз өтірік әрқашан да керек болады. Себебі бәріміз білетіндей январьский историяны бәріміз білеміз ғой, митинг болды, иә, рахмет Төреш ханым. Митингте сол кезде өтірік айтып сол уақытта ұстап қалмағаны дәл қазіргі уақытта соғыс осы уақытқа шейін жалғасып келетін еді. Себебі халық бір көтерілгеннен кейін өзі әлем басылғандығында. Соны көрдіңіздер ме? Ол кезде тек қана шындық болып, осынша адам өлді, осынша адам бүйтті, осындай адамдар келіп жатыр, өйтті, осындай өлтіріп кетті деп айта бергенде, ол жерде халық көтеріліп, қазір уже Қазақстан бір-бірімен ішаралық соғыс болатын еді ғой. Былай қарағанда азаматтық соғыс қайтадан басталып кететін еді 2022 жылға. Және де айта кететін болсақ, бұл жерде реализм дейді, шынайылық дейді. Шынайылық бұл жерде адамның өзінің ішіндегі санасына байланысты ғой. Тек қана өтірік пен реализмді бір-біріне әкеліп алып, бәрі шынайы болу керек, бәрі өстіп керек деген нәрсе емес қой, Төреш ханым. Осыны тыңдасаңыздар. Және де адам өзі ертеңнен күн бар ғой деп өзін алдайды дейді да. Бұл жерде біреуді алдамайды, адам өзін алдайды да. Бұл жерде өзінің ішіндегі миының санасы бар да. Соны есепке кетсеңіздер, бұл жерде күріш сатуларын сұраймын. Бұл жерде адамның өзі соны істегісі келсе, соны қалап тұрса, ол ертең күнге қалдырмай, бүгін бітіретін еді. Ол біреуді алдамайды, өзін ғана алдайтынында. Енді өзіміздің алаңға келе кетсек, тыныштық сақтау дедік. Былай қарап тұрсаңыздар, бәріміз білетіндей мысалы екі мемлекет бір-бірімен әңгіме айтып отырған кезде немесе жиналыс отырған кезде бір-бірімен сөзі әрқашанда келіспей қалады. Олар мемлекеттің тыныштығын сақтау үшін соны ашық жарияламайды халыққа. Неге? Себебі олар екі мемлекеттің соғысып кетпес үшін, мемлекеттің тыныштығын сақтау үшін олар өтірік өздерінің арасында ғана жауып қалдырып кете салатындығында. Көрдіңіздер ме? Осы жай ғана кішігірім өтірік бүкіл әлемді өзгертеді. Рахмет Төреш ханым. Бүкіл әлемді өзгертетіндігінде. Яғни көрдіңіздер ме? Сонда егер біз тек қана шынайылықпен жүретін болсақ, бүкіл халыққа айтатын болсақ, мысалы бізде андай адам, сол адамдардың барлығында болады. Сен бір адам өстіп айтты десең, сол адамға жек көруші көтеріліп кетеді, бәріміз білетіндей, иә? Көтеріліп кетеді. Яғни ол егер де шындықты айта беретін болса, екі мемлекет бір-бірімен осылай келіспей қалды десе, екі мемлекеттің адамдары бір-бірімен жауып кетеді, яғни бір-бірін жау санайды да, ішіндегі адамдар арқылы ол жерде соғыс басталады. Яғни сол екі мемлекеттің соғысы басталады, басқа соғыс қосылады. Осы шындық шығады, шындық арқылы көптеген мемлекеттер бір-бірімен соғысып кететінінде, біздегі басты проблема осы болып келетінінде. Және де тек қана бұл кішігірім проблемалардың барлығы олар өзара шешіліп, өзара қойылып кететінінде. Және де тағы айта кететін болсам, былай айтады ғой, бұл жерде шындықта өтірік бізге не үшін керек? Өтірік бізге адамдардың өмірі бар, иә, бәріміз білетіндей, ауырмайтын адам жоқ дейді ғой. Рахмет Төреш ханым, ол қосылын сұраймын. Ауырмайтын адам жоқ дейді ғой. Сол адамның мүмкін 3 ай өмірі қалған шығар. Оны врач айта алмайды ғой. Сен 3 ай өмірі қалды, сен 3 ай өмір сүресің, сен жазылмайсың деп айтпайды ғой. Жазылып кетесіз, уайымдамаңыз деп, ол адамды алдау арқылы өмірге құлшынысын арттырады. Яғни адам соңғы 3 айын тыныштықпен өмір сүріп, ары қарай арғы дүниеге кететін болады. Және де тағы айта кететін болсақ, орысша айтады ғой, менше знаешь, больше спишь деп ше. Яғни көрдіңіздер ме? Сен шындықтың барлығын бірден біле білетін болсаң, саған ол стресс болады, сенің өмір сүруге деген құлшынысың аз болады. Егер бүкіл адам шындықты бесікке бұл айта беретін болсақ, мысалы бір оқушыны алайық. Өзі келе жатқан оқушы мұғалімі келіп ата-анаға бүгін айта беретін болсақ, бізде қазір ата-ана қандай? Ата-аналар агрессивный жүреді. Яғни шындықты білген кезде балаға бірден талап қояды, сен оқуың керексің, сен үйтуің керексің деп. Яғни ол бала оқуға деген құштарлығы төмен болады да, ары қарай ол оқығысы келмей қалады. Яғни оқу тастап кеткісі келеді да, жай ғана бұзық оқушы болып жүреді. Ал егер мұғалім соны жасырып өзінде қалатын болса, ол оқушы мүмкін ғалым болатын шығар. Ол туралы нақты факттермен спикерім айтып кететін болады. Және де тағы айта кетсек, біздегі яғни тағы айта кететін реклама бар да, бізде ше реклама бар да, бізде ше сол рекламалардың барлығын бізде өтірік істегенмен, оны адамдарға ішіндегі сапасын көрсете алмайды. Камера арқылы бүкіл нәрсені біз түгел жеткізіп бере алмаймыз ғой. Сол сияқты да рекламаның өтірік болса да, ол бірақ шынайылық ішіндегі составтарын дұрыс жеткізіп береді да, бізге ше біз соны білеміз да ше. Тыңдағандарыңызға назарыңызға үлкен рахмет. Ортаға енді оппозиция спикері Мадан мен мадам ғой. Олай кешірім өтінемін. Сұрашқан есептей алмай. Сөйлеу уақытыңыз 5 минут. Баршаңызға сізді де көргеніме өте қатты қуаныштымын. Және де бірінші сөзімді қарсылықтан бастасам. Және де бұған айтып кеткен болатын біздің оппозиция тарапының лидері өзінің қаншама адам мысалы жемқорлыққа қатысты қанша статистика сондай сен айтпа
біріншісі азайып кетті, бірақ құтылған жоқ деп бізге қосып кеткен болатын. Үшіншісі, сырты бүтін, іші түтін болып шығатын қаншама өтірікшілер бар. Ол көпке мысалы бәрін айтуға болмайды. Ол адам бір-бірін алдап сонда жүріп береді деп, іші бүтін, сырты бүтін, іші түтін адамдар да болады. Қаншама қыз алдап кеткендер де болады. Және де мен оған осыған мен дәлел келтіретін боламын. Және қазір жалғастырсам, төртіншісі ол мысалы реализм деген негізі шындыққа тура қарау, негізі адамның өзі сыртында да болмайды. Реализм деген сыртқа, далаға анық көзбен, шындықпен қарау болып табылады. Және де жетіншісі, қай ел арасында ұрыс соғыс өтірік айтылды, Ресей мен Украинада ма, ол туралы ештеңе айтылған жоқ. Және де доктор өтірік айту, бірақ соңында өледі дегені, доктор өтірік айтады, бірақтан соңында өледі. Ол адам өзінің ауруын білгені дұрыс деп ойлаймын. Ол өледі по-любому, бірақтан соңғы моментін ол радужда өткізе ма, ол адамға байланысты. және де онысы сонда ата-анасына өтірік алдау дұрыс па деген сұрақ туындайды. Ата-анасына айтпау деген. Сонда ата-анасын алдап жүре беру керек пе? Ата-анасы мүмкін оған көмек беретін шығар. Барлығына топырақ шашып айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Және де негізінде сондықтан және де тағы айтып кеткен болатын митинг жайлы. Қаңтар митингі және митингде қандай өтірік жайлы ешқандай ақпарат болған жоқ. Ал енді мен үкімет тарапынан лидер өзінің лидеріме аргументтерін тоқтап кетемін. Аргумент саясат және әділдік болып табылған болатын. Өтірік айта алмайтын әлемнің саясаты өте мықты болады, барлығы дұрыс, тура шешім болады. Әлемде әділдік бар жерде қолдау болады, халықтың ықыласы болады. Сол үшін ол дәрежеге жету үшін де біз бірінші шындықты қолдау керекпіз. Бірақ қазіргі таңда сыбайлас қабылданбайды. Мен бірінші сұрағым дедім. Бірінші айтып кеттіңіз ғой, жерде ше саясат бар жерде бүкіл әділ болады деп ше. Егер сол жерде адамды бір-бірімен келіспей қалатын мысалы қалай шешеді? Нет, өтірік айта алмайтын жерде саясатта өте мықты болады, саясаты мықты болады ол жерде. Егер сол екі арада адамдар қараңыз, ол жерде өтірік болмайды, значит өтірік болған жерде бірінші жемқорлық болады, өтірікшілік болады, дұрыс па? Қараңыздар, бұл жерде екі жақ бір-бірімен келіспей қалатын болса, оның бір адам біліп қойып, уже жанында адамдар тарап кетті да, халық біліп қойды оны қалай шешеді? Шындықпен қалай шешеді? Соны айтып бересіз ба? Қандай өтірік деп ойлайсыз? Жоқ, іске жеткізесіз ба? Мысалы, екі елдің арасында ма? Жоқ, мемлекеттің ішіндегі адамдар. Халық біліп қойды, екі жақ бір-бірімен. Саясатта отырған депутаттар бір-бірімен келіспей қалады, ұрысып қалады, ана жерде үлкен дау шығып кетті. Оны халық біліп қойды, оны қалай шешеді өтіріксіз? Шындықпен. Бұл жерде мысалы әділдік деген нәрсе болады, шын өмірде бәрін өтірікпен айтуға болмайды. Өтірік бар жерде бағана айтып кеткендей жемқорлықта болады, өтірікшілікте болады. Ол ел мысалы әрі қарай да қалай дамиды деген ой келеді сол кезде. Мысалы ол ел өтірікке жемқорлыққа толған болса, мысалы арқа қарай ел қалай қарайды. Менің ойымша ондай депутаттар біріншіден алып тастау керек болады. Мысалы елдің мысалы жастарына одан да қатты зияны тимеу үшін ондай депутаттар болмауы керек негізінен. және де сіздің айтқан сұрағыңыздың жауабы бойынша бұл өмірде әділдік деген нәрсе болу керек, шындық деген нәрсе болу керек. Егер де біз ары қарай өтірікті айтып сөйтіп татуластырсақ, онда ол не болады? Ол ел мысалы көпке шыдайды деп ойламаймын, себебі ол депутаттарымыз ақтадық, ол өтірікпен ақтадық, сол орнында қалдырдық, дұрыс па? Ол орнында қалды, ары қарай осында өзінің жаман жұмыстарын ары қарай жасайды деп ойламайсыз ба? Осы сұрақтың жауабы осы болады. және де мен жалғастырып кетсем. Өтірік айта алмайтын әлемнің саясаты өте мықты болады, барлығы дұрыс, тура шешім болады. Әлемде әділдік бар жерде қолдау болады, халықтың ықыласы болады. Сол үшін ол дәрежеге жету үшін бірінші шындықты қолдау керек. Бірақтан қазіргі таңда сыбайлас жемқорлық, өтірікшілік, жауапаздану сияқты шындыққа антоним ретінде келетін жайттар болады. Агенттік төрағасының айтуынша статистика сыбайлас жемқорлық қылмыстарын тіркеудің 35%-ға, яғни 1540-тан 1500-ге дейін төмендегенін көрсетеді. Сонымен қатар ағымдағы жылдың 6 айында 658 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған болатын. Олардың 65-і республикалық және облыстық деңгейдегі басшы немесе вице-министр, үшеуі судья, жетеуі мысалы өндірістік әкім солар болып табылған болатын. және де агенттік төрағасын келтірген залалдардың өтелгенін туралы айтқан болатын. Саясатта әрдайым әділдік пен шындық жүру қажет. Соған қарамастан елімізде
сыбайлас жемқорлық көбейіп жатыр. Оның ішінде 1424 жыл 1424 центріне хабарлау керек. Және де Талғар ауданының полициясы басқармасының полицияға түскен қызметінің инспекторлары 1987 және де 1980 жылғы аға лейтенанттарын әшкерелеген болатын. Олар адамдар тобында алдын ала сөз байқау бойынша адамнан 200 мың теңгеден 1 миллион теңгеге дейін сыбайлас жемқорлық арқылы ақша алғаны туралы ұсталған болатын. Және де 612 бабы 3 бөлігі бойынша құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп аталған болатын. Және де екінші ол аргумент реализм табылған болатын. Ұлттық статистика институтының мәліметтері бойынша реализм деген бағана айтқандай шындыққа тура қарау болып табылады. Сондықтан мен оған мысал келтіріп дәлелдеп кетсем, ұлттық статистика институтының мәліметтері бойынша 2008 жылдар аралығында 14 жасқа дейінгі қыздарда барлығы 1209 жүктілік болған деп есептелінген болады. Осы мәліметтер бойынша өткен жылға қатысты 14 немесе одан да кіші жастағы қыздарда 1177 босану, ол 15 жастағылардан 537 туылған. Яғни бұл жерде кәмелет жасқа толмаған қыздардың дүниеге балаға келуі. Бұл дұрыс деп ойламаймын. Бұның барлығы өтіріктің кесірінен пайда болған салдарлар. Бұның барлығы ерте жүктілік, санақ бойынша ерте жүктілік 14 жастан басталады. Одан да кіші болуы мүмкін, бірақ нақты 14 жас делінген. 14 жас балалық шақ деп айту ойға балалық шақ 14 жас балалық шақ деп айтсақ ойға келмейді. 14 жас ержету және ержету басталады. Ол ескерген қыз ешқашан өзінің ержетулерімен өзінің ерте жүктілігімен 14 жасқа келген қыз ол уже ерте жүктілікке ұшыраған қаламайды және бұның барлығы алдаудан басталады, өтіріктен басталады. Және де айта кететінім, бәленің барлығы ол есі кірген қыз ешқашан өзінің ерте жүктілікке ұшырағанын қарамайды. Бәленің бәрі партнерда болады. Ол жас қызды алдау арқылы осындай салдарға әкеп тастағаннан ол осындай салдарларға ұшырап жатыр. Және де қыздың ойын майлап, лапшайлы бақытты қылам деген сөздермен алдап кетеді. Соның кесірінен қаншама жас қыздар алданып қалуда. 10 секунд. Егер өтірік болмағанда бұл жағдайлар болмауы мүмкін еді. Қаншама жас қыздардың болашағы бұзылмайтын еді. Ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгін сіздерді көріп тұрған өте қатты қуаныштымын, және де төреші, және де құрметті аудитория, және де құрметті лидерім. Ал енді ең алғаш сөзімді бүгінгі қарсылықтан бастайтын болсам, сәйкесінше бұл тараптың спикері алаңға шығады. Не дейді? Бірінші айтатын сөзі сырты бүтін, іші түтін. Яғни адамның сырты бүтін екенін қалай білеміз, іші түтін екенін қандай білеміз? Бұл мақалдың астына қаншама нәрсе жатқандығында бұл тараптың оны нақты түсіндіріп беріп жатқан жоқ та, жай бізге қарсы айтты да сырты бүтін, іші түтін болды, все. Сол нәрсені айтып кетіп жатыр. Ал енді келесі бізде анық көзбен шындық дейді. Анық көзбен шындық мысалы өтірік айтпау қажет деп отыр да, барынша шынайы боламыз деп жатыр да. Егер де біз өтірік айтпайтын болсақ, біздің шынайылық мүлдем болмайды. Өтірік пен шынайылық бір-біріне баланс, білесіздер ме? Өтірік мысалы біз дәл осы өтірік нәрсені біз адамдарға қалыптасып кететін болсақ, сол шынайылық деген нәрсе уже ойнамай қалатындығында осы нәрсені ескере кетсеңіздер, мысалы бізге өзі лидерім айтып кетті де, жалпы бір адамдардың өлетін жайлы мысалы рак ауруымен адамдар өледі мысалы, ол өлуіне байланысты мысалы әртүрлі нәрсе айтуы мүмкін. Бұл типа бұл тараптың спикері алаңға шығады, ол өледі, ата-анасына айтпау қажет па дейді, бұл алдау қажет па дейді. Рахмет, айтпау қажет па. Негізі оның ата-анасына айтады, бірақ баланың өзіне айтпайды. Бұл нәрсені біздің өзім лидерім толықтыра түсіндіріп айтып кеткен, және бұл тараптың спикері оны толық түсінбеген. Ата-анасына айтады, балаға айтпайды. Яғни балаға айтатын болса, сен рак аурусың, осыдан 3 ай бұрын сен өлесің деп жатса, адамның өзіне уже өмірге деген құлшынысы мүлдем болмайды. Осы нәрсе үшін адамда мәжбүрлі өтірік болады да жалпы. Осы мәжбүрлі өтіріктің арқасында адамның өмірі сақталуы мүмкін де жалпы. Былай айтқанда, рак деген ауруды жеңе аласың, адамның өзі бір құлшынысы болады, мамасы әртүрлі нәрселер айтады, жалпы сен рак ауруына жеңесің деген сияқты бір нәрселер келтіріп береді да жалпы. Өзінің ішінен ойлайды, ол балаға айтпайды. Сол нәрсе секілді адамның уже ойы, уже пайдасы жалпы. Уже егер де оған өтірік айтпайтын болса, сен өлесің деп айтатын болса, уже оның ешқандай бір нәрсе болмай қалады. Мысалы, келесі айтады, тура шешім болады дейді. Егер шындық айтатын болса, тура шешім болады. Яғни тура шешім деген жалпы бір түсініп кеткен жоқ. Тура шешім қай кезде болады? Яғни үлкен жоғарыдан бізге әртүрлі нәрсе өтіріктер айтады. Яғни ол не үшін? Ол тыныштығын сақтау үшін. Осы нәрсені ескере кетсеңіздер, сіз тақырыпты мысалы шындық ретінде айтып отырса, бірақ шындықта бұл жерде алаңда қатты ойнамайтындығында, яғни қазіргі әлем тек өтірікке қараған. Яғни өтірік арқылы әлемнің болашағын біз жеткізе аламыз, әлемнің болашағын сақтай аламыз.
сіз айтып жатсыз, егер өтірік болмаса, бұл өмірде қалай, мысалы, айтайын жүресіз бе соңғы сөйлеміңізді? Айтқан болатыңыз, өтірік болмаса, онда бұл әлемде, мысалы, баланс бұзылады, сондай деп айтқан болатыңыз, иә? Жарайды, ол мақұл дейді. Егер өтірік сөйтіп жалғасып кете болса, бұл әлем не болады? Бұл сонда қылмыстық әлем болып саналып қала беру керек па? Айтып бітіріп алайын. Және де өтірік көбінше сіздер өтіріктің жақсы жақтарын айтып жатсыздар. Өтіріктің жаман жақтары сонда ол елде қала беру керек па? Осы сұраққа алаңға жауап беріп кетсем болады ма? Иә. Жалпы бұл тараптың спикері айтады, және де әділдік шындық болу қажет. Отырыңыз сұрайыншы, былай айтқанда. Әділдік шындық болу қажет дейді, жалпы былай айтқанда, алаңға сұрақ тастап кетті. Әділдікке шынайылық қалдыру керек деген сияқты бір нәрсе айтып кетті да, ал бірақ бұл тараптың спикеріне Сұрағым не болды? жауап бермейді. Жалпы бұл жерге дәлелдеп қылмыстың 65% уже жемқорлықпен жасалған. Яғни өтірік деген нәрсе тек қана сол жемқорлыққа ғана қатысты жоқ па, жалпы өтірік деген нәрсе жалпы әртүрлі проблемалық мәселелерді шешетін жайттар жалпы барғанда өтірік болатын болса, уже бүкіл әлем құлдырайды. Осы нәрсені ескере кетіңіздер. Мысалы, қылмыстың 65% уже бүйтіп айтады бұл тараптың спикері, қылмыстың 65% адамдар уже қылмыс жасаған болатыны жемқор, ал бұл жемқорлықта қалай пайдасын, бұл жемқорлықта қалай нәрсе айтып жатқанын біліп жатқан жоқ та. Ал 30 секунд болсын сұрайын тағы да. Бұл тараптың айтады 200 миллион теңгемен ұсталған, бірақ қай жерде ұсталған, қай күні және де кім ұсталған жер айтып кетпеген. Екінші аргументі бұлардың реализм. Яғни реализмға бір факт келтіріп кетті. 2008 жылы 14 жасар қыз 1200 жүктілік деп айтып кетті жалпы. 2008 жылғы адамдар 1200 жылғы адамдар 1209 жүктілік болып жатыр дейді. Мысалы, жүктілік жайлы бұл тараптың лидері айтып кеткен жоқ. Яғни лидер мен спикердің бір-біріне байланысы болып жатқан жоқ. Жалпы осы нәрседе жалпы айтатын нәрсе. Яғни 14 жасар 1200 жүктілік, яғни осы нәрсе өтіріктің арқасында болып жатқан жоқ. Яғни өтірік жалпы әртүрлі нәрселерде болады да, жақсылық жағынан да, жақсы жағын дамыту жағынан да болып жатыр да бұл өтірік. Ал енді келесі өзіміздің лидермен қылып кеткен бірінші аргументіме келе кетсем, бірінші бізді тыныштық сақтау. Яғни елімізде мысалы лидерім айтып кетті, жоғарыдан бізге тыныштық сақтау үшін өтірік айтады, жалпы халықтың тыныштығын ұстап отыру үшін деп айтып кетті. Сол сөзіне жалғастыра кетсем, мысалы біздің азық-түлік пайдасы келді ғой, мысалы қант жағынан айтатын болсам, мысалы қантта мысалы адамдарға айтты, егер елімізде қант жоқ дейді, сол кезде қанттың адамдары, в общем, адамдар былай айтқан халыққа, егер біз қант болмаса біз қалай өмір сүреміз деген сияқты айтып кеткен. Сол халыққа өтірік айтқан, яғни одан кейін келесі бізде 2 килодан қант сатылатын болған. Сол нәрседе жалпы 2 килодан сатылады. Осы нәрсені бізді тыныштық сақтау үшін болып жатқан дүние. Ал енді келесі бізде арыстағы оқиғаны алатын болсам, 12 адам қар үстінде, яғни арыстан үлкен жарылыс болды ғой. Сол 12 адам қар үстінде деп бізге өтірік айтып тұрған. Яғни сол арыстағы адамдар шошынып кетпеу үшін жалпы 12 адам қар үстінде өлген жайлы айтпаған. Жалпы бір нәрсе айтайын, 86% денесі күйген болатын деген адам жалпы ғалымдар айтып кетті. Яғни сол 86% адамның денесі күйген, жалпы ол өлген деген нәрсе да. Жалпы сол халықтың тыныштығын сақтау үшін олар өтірік айтып тұрған. Дәл осы нәрсе бізде тыныштық сақтау деген нәрсе ойнайтындығында. Ал енді келесі біз мәжбүрлі өтірік. Мен өзім лидеріме айтып кетті, жалпы ар-намысты таптау, мысалы жыртықты жамау деген сияқты, мысалы ар-намысты таптау, мысалы адамдарға барып сен өтірік айтатын болсам, сен түрің жаман, мен барып сен түріңе жаман деп айтатын болсам, вообще бұл ар-намысты таптау болып кетеді да, жалпы былай айтқанда. Сол ар-намысын таптау біз азаматтық кодекстің 143 бабында қамтылған болатын. Яғни мәжбүрлі өтірік, сол мәжбүрлі өтірік жалпы осы нәрсеге алып келеді да, адамдармен бір-бірін байланысын, қарым-қатынасын келтіре алмайды. Жалпы бұл адамдарды бұл тараптың спикері айтып кеткен, дәл осы нәрсеге қадала кетсек. Ал енді келесі бізде Жамбыл облысының сотында адамдардың ар-намысын таптағаны үшін сотқа түскендер бар. Олар Аликулов Диана 143 бапқа қарсы шыққан болатын. Яғни дәл осы нәрсе мен фактім ретінде бізге жалпы былай түсіндірген болатын. Жамбыл облысының сотында ар-намысын таптаған, яғни осы нәрсе ар-намысын таптағандығы 30 секунд сұрадым ғой. Дәл осы нәрсе ар-намысын таптағанда, сондықтан мәжбүрлі өтірік бізге ойнайтындығында. Тыңдағандарыңызға рахмет. Апай саған дауыс берді. Оны алаңда жол беріп кеттім ғой. Мен сұраққа жауап бермеген жоқ қой. Айтсам болады ма нәрсе? Сіз өздеріңіз біріңізді жүріп жатқандарда спикерге назар аударған жоқсыз. Нет, сұрағыма жауап бере кетейін деген ешқандай сөз болған жоқ. Және де мен толық өзім ойымыздың конструктивті бөлімі аяқталды. Енді толықтай сараптамаларға көшетін болсақ, үкімет оппозиция лидері Даяна ханымды ортаға шақырамыз. 4 минут толықтай сараптама болады, ешқандай қарсылық айтылмайды. Сараптама қызықпай, қызық және сызықпай етіп, бүгін сізде сараптама көрсеткен өте қатты қуаныштымын. Құрметті форум, құрметті және құрметті қарсылас. Бүгінгі ойында бізде не болды, не болмады, соны айта кететін
болсақ, бүгінгі ойында үкімет тарапының лидері шығып алаңды ашып бізге барынша жеткізіп береді. Және де тағы айта кетсек, бізге дәл қазіргі уақытта тараптың алған тек қана жемқорлық пен парақорлық және де осы бір екі факт алады және жүктілік, қыз зорлау дейді да бұл жерде. Бұның бәрі өтіріктің кесірі дейді да. Былай қарап тұрсаңыздар, айта кетсек, бұл жерде бізге нақты факт келген жоқ. Өтіріктің кесірінен осынша адам зардап шегіп, осынша адам зорланды деп ше. Бұл жерде 14-8 жас деп тұр. Сонда 14-8 жастағы қызға келіп жүрмесең зорлаймын демейді ғой, жерде адам ше, соны ескере кетіңіздер. 14 жастағы қыз айтпайды ғой, я мен зорлашы деген болады ше. Бұл өтірікке қатысы жоқ та ше. Және де жемқорлықтың бұл жерге білмеймін не үшін қатысы бар, қатысы жоқ екенін. Жемқорлықтың болатынын уже бүкіл әлем біледі, дұрыс па? Төреш ханым, қараңыздар, жемқорлықтың болып жатқанын бүкіл әлем біледі. Оны ешкім жасырмайды. Ол уже шынайылық нәрсе, халық оны қабылдады. Бірақ дәл қазіргі уақытта жемқорлық жоқ. Ол соңғы жемқорлықтар 2017-2018 аралығында болғандығында. Осыны айтып кетеміз. Просто мына тараптың спикері шығарды, мен игнор етеді. Үкімет тарапының спикері тұрсықтан сұраймын. Және де тағы айта кетсек, тек осы екі проблеманы алып алады. Тимейтей нәрсені түйелі де көрсетеді бізге. Жай ғана өйстіп айтты, өйстіп істеді деген сияқты ше. Және де айта кетсек, спикері өте эмоционалды адам екен. Және тек бүкіл нәрсеге назлы қарайды да. Және соны ескере кетсек, Төреші ханым. Және тағы айта кетсек, ата-анасын алдайды, ата-анасын алдау дұрыс па дейді да. Бұл жерде ата-анасына айтпайды, жай ғана жасырып қалады да. Біз соны жеткізгіміз келді да ше. Бұл жерде бала мен мұғалімнің арасында қалады ол нәрсе ше. Біз соны түсіндіргіміз келді. Және айта кетсек, саясат, әділдік, реализм деген аргумент қалдырып кетеді. Реализм бұл жерде алаңда толықтай ойнамайды, ойынның бір шетінде қалып кетеді. Яғни біз оған қарсылық беріп, оны толықтай құлатамыз. Және екіншісінде саясат, әділдік дейді. Төреш ханым қарасаңыздар, саясат, әділдік деген екі аргументтер қалады. Және саясат, әділдік, рахмет Төреш ханым. Саясат, әділдік дегенде біз толықтай қарсылық беріп, фактормен оларды құлатып кететін боламыз да ше. Және де өзіміздің аргументтерге оралатын болсақ, спикері саясат, әділдікті толық көтере алмайды. Тек қана жемқорлық, зорланды, жүкті болды деген екі нәрсені түйінге алып алады. Соны доказа дайып өтеді. Бірақ саясат пен әділдікке ешқандай факт бере алмайды бізге, мысал да беріп қойып бере алмайды. Және тағы өзіміздің аргументке келсек, тыныштық сақтау деген аргументті алаңға алып келемін. Және де оған біз мысалдар айтамыз, көптеген факттерді қоямыз. Мен спикерім шығады да, оны фундамент ретінде көтеріп бірге біз оны үй ретінде саламыз. Яғни біздің де аргументіміз солай болды, үйдің құрылысымен бірдей салынып шықты. Және де айта кетсек, екіншісі бізде мәжбүрлі өтірік. Мәжбүрлі өтірікті біз жақсы жағынан қолданамыз. Егер жақсы жағынан қолдана білсек, ол жақсы жағынан көрінеді. Және өтірік айту, ол жаман жағынан айтылған өтіріктер, олар азаяды деп біз жеткізгіміз келді. Солай айттық. Және де айта кетсек, бізден идеяны митинг туралы шықты, реклама туралы айтып кетеміз. Ондай мысалдарға, факттерге біз ешқандай қарсылық көре алмадық. Яғни олар алаңда аргументпен бірге қалып қояды. Және тағы айта кетсек, бұл жерде құлаққа лапша ілу деді ма, және депутаттарды алып тастау керек деді ма, мемлекеттер азайып тастау жабылып қалады дейді. Көрдіңіздер ме, сонда өтірік болмаса, осындай нәрселер бәрі орын алады да, мемлекеттер азайып кетеді. Осы өтірік арқылы біз, рахмет Төреш ханым, біз осы өтірік арқылы мемлекетті дамыта аламыз. Бірақ ол кішкентай өтірік арқылы екендігінде үлкен өтірікке өзінің арнайы шарасы бар. Сол кішкентай өтіріктің өзі үлкен нәрсені шешіп тұрғандығында. Ал бірақ мына тарап тұрады, шындық деп өзіміздің мемлекетімізді дамытудың орнына құлатып тастағысы келіп тұрғандығында ма? Рахмет тыңдағандарыңызға. Бұндағы үкімет лидері Қарақатқан Жамбаңыз 1 минут қасылып, 4 минут сараптама. Армысыздар, құрметті дебат қауым. Баршаларыңызды дебат алаңында көргеніме өте қатты қуаныштымын. Мен өз сөзімді бірінші қарсылықтан бастасам, яғни жаңа айтып өткендей, спикерім айтып өткендей, яғни ерте жүктіліктің алдын алу дедік та, біз енді олар айтады ғой, қарсырақ ортаға шығып, мен саған тиісем деп айтпайды ғой дейді да, яғни мен саған тиісем деп айтпайды, керісінше оны алдап өзіне шақырып, жаңағы былай айтқанда зорлық-зомбылық жаңағы әрекеттерді жасайды. Осының нәтижесінде, яғни оны алдап шақырғандығының нәтижесінде ол нәрсе болады да. Және де тағы да бір айта кететін нәрсе, аргументті қайталанып кетуі да, яғни аргументтерге менің спикерім менің аргументтеріме нақты дәлел келтірілгендігінде да, яғни олар менің спикерім келтірген дәлелдерді келтірмеді деп айтқандығында осы нәрсені айтып келеді. Және де тағы да бір айта кететін нәрсе, сонда жаңағы айтып өткендей, бақытты өмір сүріп өледі дегенге нақты факт бар ма? Мысалға сен 3 айдан кейін өлесің деп саған оған айтпау керек, керісінше оған өмірге деген құлшыныс ояту керек дейді да. Бірақ нақты өмірге деген құлшыныс оянып бір бақытты болып өлген адам бар ма? Ондай адам жоқ. Осы жай ғана қара сөзді оқып қалған, яғни осыған нақты
осы 3 ай өмірің қалған кезде соңғы өмірдің бақытты өткізді деген секілді нәрсе жоқ та, бұл қарапайым сөз екендігін сіздерге айтқым келеді. Және де тағы да бір айта кететін нәрсе, яғни үкімет тарапының оппозиция тарапы ортаға шығады да мына нәрсені айтады да, өтірік бар жерде ол жемқорлық міндетті түрде болады дейді да. Өтірік болатын болса бүкіл әлем құлдырайды деп бізге қосылып кетеді да. Өтірік болатын болса бүкіл әлем құлдырайды деп бізге қосылып кетеді да. Яғни егер де мәселен бүкіл әлемде өтірік болмаған жағдайда бәрі біздің жаңағы өмір сүріп жатқан қоғамымыз керісінше дамитын еді. Осы нәрсені айтқым келеді. Және де менің спикерім ортаға шығып нақты жемқорлыққа байланысты қай жерде қандай адам қай жолда қандай жаңағы дәрежеде ұсталғандығын айтып берген, ұсталғандығын да сіздерге айтып берген болатын. Яғни қарсы тарап бізді дұрыс тыңдамағандығын да. Ендеше тікелей сараптамаға кететін болсақ, біз өз кезегімізде ортаға шығамыз да, өтірік айта алмайтын әлем қазіргі әлемнен жақсырақ деп есептейміз. Яғни өз кезегімізде ортаға шығып, біз өтірік сонымен қатар қазіргі заман деген сөздерге нақты сіздерге дефиниция ашып кетеміз. Және де біз келтірген аргументтерге нақты дәлел. Яғни спикер екеуміз бір арада тоғыса аламыз да, біздің айтқан нәрсеміз, біздің айтып жатқан, көтеріп жатқан мәселеміздің түйіні бұл жерде шешіліп тұр да. Яғни біздің келтірген аргументтеріміз саясат пен әділдік болады. Егер де өтірік айта алмайтын әлем болған жағдайда бізде саясат өте жақсы болатын еді. Яғни әділдік әрмен қарай дамитын еді деген секілді нәрселерді мен сіздерге нақты айтып бердім. Және де менің спикерім ол нәрсеге нақты сіздерге дәлел келтіріп берген болатын. Нақты дәлел келтіріп беретін болатын. Яғни және саясатқа байланысты нақты қандай адам мәселен ол менің спикерімнен нәрсені айтып кеткен болатын да. Талғар ауданында 2020 жылы 14 қарашада 1997 жылы аға лейтенант ұсталды дейді. Аға лейтенант ұсталды деп нақты парақорлыққа байланысты сіздерге нақты дәлел келтіріп береді. Осы нәрсені айтып келеді. Және де егер де өтірік айта алмайтын әлем болған өтірік айта алмайтын әлем қазіргі әлемнен жақсырақ деп есептейміз. Неге? Себебі өтірік айта алмайтын әлем қазіргі әлемге қарағанда әлдеқайда әділірек. Осы нәрсені айтқым келеді. Және де екіншісі реализм. Яғни шынайы болсақ, рахмет төрешіға, егер де біз өз шынайы болсақ, яғни шынайы өмірде өмір сүретін болсақ, бір-бірімізді алдамайтын болсақ, менің ойымша қазіргі қазақ қоғамы әрмен қарай дамитын еді деп айтқым келеді да. Мәселен қазіргі таңда өте көп қой, жаңағы ажырасулар көп, немесе түрлі жаңағы отбасылық мәселелер көп. Оның барлығын ажырасу деген нәрселерді сіз алып айтпағыңыз. Қабылдадым. Жақсы, рахмет. Осы нәрселерді айтқым келеді. Яғни біз өз кезегімізде реализмге байланысты менің спикерім нақты сіздерге дәлел көрсетіп бергендігінде осы нәрсені айтқым келеді. Жалпы менің ойымда қалған сұрақ ол мынандай нәрсе болатын да. Сонда біз өтірік айтып бақытты өмір сүре аламыз ба деген нәрсе да. Сонда біз өтірік айтатын қоғамды қолдауымыз керек пе? Қаншама адамдар бір-біріне алдап, мысалға бір-бірін алдап жаңағы былай айтқанда ала жібін аттағаннан гөрі шынайы өмір сүрген әлдеқайда жақсырақ деп есептейміз. Менің сөзімді аяқтаймын. Бір нәрсе қысық болады ма? Бізде не бар? Шағым бар. Себебі лидерде, спикерде біздің сөзімізді, спикердің сөзін толық тыңдаған жоқ. Екеуі бір-біріне сыбырласып, күліп, былай эмоционалды отырды. Қабылдадым. Және де біздің спикер жауап берген сұрақтарды тыңдамағаннан кейін соны осындай көрсетіп жатыр. Енді ойын жайлы айта кетейін ба? Негізі бұл жалпы не? Қаламасаңдар айтпаймын. Қаласаңдар айтпаймыз. Бірінші, үкімет тарапы шықты, дефиниция берді. Екі аргумент қойып берді. Факт қойып берді. Бірақ жаңа идея қосып жібердіңіз. Соңында өзіңізде байқаған шығарсыз. Үкімет спикеріне келетін болса, факттар керемет айтты. Бірақ айтар кезінде сізге бір минус сөз несін сақтау керек, мәдениеттілікті сақтау керек. Адам арасындағы қарым-қатынас, мәдениет бірінші дебатта сол бірінші орында тұрады. Ешқандай да оған қарсы сөйлеу, немесе бұлай столды құру, немесе басқа қылу деген сияқты болмайды. Ол жеке басқа тегін болып саналады. Сол себепті сөз мәдениетін сақтауымыз қажет. Одан кейін сосын сіз тағы да көбінесе дәптеріңізге қарап отырдыңыз, оны кәдімгі адамдардың өзі, төрешілердің өзі де дәптерге қарап, соны оқып өз түсініп алады. Көбінесе бұл жерде ораторлық қабілет болғандықтан сіз оны көбінесе сөйлеп беруіңіз керек. Мен ұрсып жатқандай болмайын, сіздерге бір тиісіп жатқандай болмайын, бірақ сөзді дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Бұл сіздерге айтып жатқан не ғой, типа минустарыңыз, оны плюс қылып өздеріңіз жөндеп алыңыздар деген сөз. Келесі ойындарға өтіп жатсаңыздар, құдай қаласа, өздеріңіз сол минустарыңыздың бәрін плюсқа айналдырып, керісінше жеңіп шығудың амалын істеңіздер. Ойбай ұрсып тастады ана төреші деген әңгімелер болады, ондай әңгімені айтпай қойса. Сосын сіздердің
сұрағыңызға бұл кісілер жауап беріп кетті. Біз тыңдап отырмыз. Біз телефон шыласақ та, басқа жаққа қарасақ та, бір-бірімізбен сөйлессек те, біз сіздерде құлағымыз, миымыз бәрі сіздерде болады. Жауап беріп кетіп отырды. Одан соң аргументпен ойнадыңыз сіз. Аргументтердің бүкіліне қарсылық білдіре білдіңіз. Оныңыз маған ұнады. Енді лидеріне келетін болсақ, сіз дефиниция берген жоқсыз. Дефиниция Жоқ, былай ғой. Если бұлар тарап дефиниция береді, сіз шығасыз да бұлардың дефинициясына қосыламын, не қосылмаймын деп айтыңыз керек. Егер де қосыламын, не қосылмаймын деп айтпайтын болсаңыз, осылардың алаңымен ойнап жатқан боласыз. Сол себепті де өзіңіздің дефинициясына қосыламын, себебі қарадыр дұрыс не істеп тұр деген сөз. Ал егер де жоқ қосылмаймын деп өзіңіздің дефиницияңызды ұсынсаңыз болады. Сосын аргументтеріңіз дұрыс болды. Оған байланысты бір-екі факт келтіріп кеттіңіз, оныңыз ұнады. Сіздің ұнағаны факттарды дәлме-дәл қойып жатсыз да, бүкіл статистикамен прям бүйтіп. Бірақ көбінесе сіздерге айта кететін нәрсе дебатта бірінші төрешінің көзіне қарап ойнау керек, екінші екі нәрседен сақ болу керек. Бірінші Қазақстан бабын қолданудан, екінші Құран мен дінді араластырудан. Бұл дебатта мүлдем Құран мен дін және конституцияны араластыруға болмайды негізі. Соны сақтаңыздар. Одан соң тағы бір айта кететін нәрсе қазір. Сендердің айтатындарың жоқ па? Мен бірдеңе айтамын дегенім қазір. Одан кейін сұрақ қойғанда, иә немесе жоқ деп жауап беретін сұрақ қойыңыздар. Бүйтіп көп сіз қойған сұрақты көп жауап беруді талап етеді да адам. Отырып, бұлайынан талқылап тұрып жауап беретін сұрақты қойып тұрсыздар да. Жоқ, ондай емес. Сіздің ойыңызша сонда екі мемлекет арасындағы дау-жанжалды қойып, өтірік айтпай, шындықты айтып, қарап отыра беру дұрыс па? Я немесе жоқ деп жауап берсеңіз десеңіз болды. Сол дұрыс болады. Егер де уақытын алып тұр, басқа қылып тұр, соның кесірінен бұл сұрақты я не жоқ деп қойғандарыңыз дұрыс болады. Кім жеңді, кім жеңілді, оны келесіде білесіздер. Астында білесіздер. Бәрі білсеңіздер болады.